Сәлем құрметті тыңдарман. Бүгін біз қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, ұлт руханиятының шамшырағы Әбіш Кекілбаев шығармашылығы туралы және оның жаңа Қазақстан идеясымен үндестігі жайлы ой өрбітеміз. Жаңа Қазақстан бұл тек саяси не экономикалық реформа емес, бұл ұлттық рухты жаңғырту, тарихи сананы қайта тірілту, төл болмысты түгендеу үдерісі. Ал мұндай рухани серпіліс қайдан бастау алады? Әрине, әдебиет пен тарихи жадыдан. Осы орайда Әбіш Кекілбаевтың шығармалары нағыз рухани қайнар. Мысалы, оның үркер, күй, аңыздың ақыры, бір шөкім бұлт, шыңырау сынды туындылары жай ғана көркем шығарма емес, ұлт шежіресіне айналған мұралар. Ол әр туындысында туған жерге деген перзенттік махаббатты, ұлттық мінезін, ел мен жер алдындағы парызды терең суреттейді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев жариялаған жаңа Қазақстан идеясын алғаш естіген сәттен-ақ мен бұл ұғымды тек саяси өзгеріс деп емес, рухани жаңғыру деп қабылдадым. Біз кімбіз, қайдан келдік, қайда бет алып барамыз? Осы маңызды сұрақтарға жауапты өз тарихымыздан, әдебиетімізден, әсіресе Әбіш Кекілбаевтың шығармашылығынан іздеу керек деп ойлаймын. Жазушының кейіпкерлері мен оқиғалары бізге туған жерді тану, сүю, қорғау сынды ұлы сезімдерді оятады. Оның шығармаларын оқи отырып, өз-өзіне сұрақ қоясын: мен туған жерімнің тарихын білем бе? Оның аңыздары мен қасиетті орындары жайлы не білемін? Шыңырау повесінде адам мен жер арасындағы нәзік байланыс ерекше бейнеленсе, күй мен аңыздың ақыры секілді шығармаларда ұлттық рух, ар-намыс, әділет пен ізгілік мәселелері қозғалады. Бұл бүгінгі жаңа Қазақстан құндылықтарымен тікелей үндес ойлар. Менің ойымша, Әбіш Кекілбаев шығармашылығы бүгінгі рухани жаңғыру жолындағы жастар үшін бағыт-бағдар. Оның әрбір шығармасында өткенге құрмет, болашаққа сенім жатыр. Сондықтан да жаңа Қазақстанды құруда мұндай әдеби мұралар біздің рухани тірегіміз. Сіз де осы мұрамен сусындап, тағдырына бейжай қарамайтын ұрпақтың өкілі болыңыз.